Бақыт пен Қатира 1970 жылдардың соңында үйленді. Екеуі де жас еді. Бақыт институттың 4-ші курсында, Қатира 3-шіде. Достары, туыстары жиналып той жасады. Екеуі қаладағы орыс кемпірдің времянкасына пәтерге кірді. Bir жылдан кейін Жанар есімді қыз бала дүниеге келді. Одан кейін ұлдары Санжар, Арман туылды. Бақытта Қатира да дипломдарын алған соң мамандығы бойынша жұмысқа орналасқан. Банкте есепші болып істейтін Қатира бақытпен өтіп жатқан өмірін бақытсыздықтың тіршілігі деп есептеді. Ендіше, ұзын бойлы, аққұба жігіттің мінезі де жұмсақ, не топты жарып, бір мекемеге бастық болмайды, не іскерлік танытып, мол ақша тапқан емес. Құрдасы Серікті қарашы, үлкен бір мекеме тізгінін қолына алғалы 3 жыл. Әйелі неше түрлі тон киеді, тіпті шет елге демалуға да барады. Ал бұның отбасы ше. Міне, Жанар биыл мектеп бітіреді. Ертең күйеуге шығатын болса, жасау жабдығына ақшаны қайдан таппақ? Ауқатты жанұялар қызына бір бөлек, ұлына бір бөлек пәтер сатып алады. Ал бұлар болса, Қатираның банкте істеп тапқан жалақысын жинап, сатып алған 3 бөлмелі пәтерде тұрып жатыр. Үйде Қатираның атында, тіпті Тойотада. Өйткені Бақыттың бояуды қағазға сүйкеуден басқаға шамасы жетпейді. Қатира суретші күйеуін осылай бағалады. Ақша таба алмайтын, әйел мен бала шағасына жақсы жағдай жасай алмайтын, тек сурет салып көрме өткізуден басқаны білмейтін еркек. Қатираның ойынша Бақыт осындай адам. Оның көрмеден тапқан ақшасы отбасының 1 айлық тамағына да жетпейді ғой. Бірақ достары, әріптестері Бақытты қатты сыйлайды. Қарапайымдылығы үшін, адалдығы мен парасаттылығын жоғары бағалап, әрдайым құрмет тұтады. Қатираға бұндай құрғақ құрмет керек емес еді. Ол банк басшысының әйелі сияқты түріктің неше түрлі қымбат тоны мен итальян етігін киіп, жылына бірнеше рет шетелде демалғысы келеді. Ал күйеуі шетел тұрмақ Алакөлге апарған емес. Қатира өз жалақысына қызымен бірге жылына 1 рет Ыстықкөлге баратыны болмаса шет елге шыққан жоқ. Банктегі әйелдердің әңгімесін сілекейі ағып отырып тыңдайды. Бірі Мысырға қыдырып келіпті, енді бірі жыл сайын Түркияға барады. Ал Сағираға тіпті рахат. Арабтың курорттарының қызығын осы көруде. Киімді Қатира сияқты Алматының базарынан сатып алмайды. Итальян бутиктерінен таңдап тұрып алады. Күйеуі үлкен бір басқармаға басшы деседі. Қатира болса, менің күйеуім қашан ел сияқты көп ақша табар екен, деп қиялдап жүр. Банкте күнделікті көретіні ақша болған соң ба, Қатира жатқанда да көк қағазды елестетіп жатады. Өткенде әріптестері жиналып бастықтың үйіне туған күнімен құттықтауға барған. Қатираның көзі бұрыштағы үлкен сейфке түсті. Бастықтың әйелінің қолындағы алтын, бриллиант әшекейлерше. Бұл Бақыттың әйелі боп жүре берсе, бұндай байлыққа бұл өмірде жете қоймас. Қылқаламнан басқаны білмейтін, ақшаны айтса, әңгімені басқа жаққа бұратын күйеуінен әлде қашан түңілген. Бірде құрбылармен әңгімелесіп отырып Қатира күйеуінің ақша жасауды білмейтін, отағасы ретінде нашарлығын айтып жамандады. Сонда Бибігүл деген әйел, Қатира, сен осындай ел сыйлайтын, арақ ішпейтін, темекі тартпайтын, өзіңе адал, ортасына сыйлы күйеудің болғанына шүкіршілік ет. Қазір қаншама әйелдер күйеусіз жесірлер де аз емес. Тіпті нашар күйеуге де жете алмай отырып қалған қыздар қаншама. Сен үйтіп күйеуіңді ақшасы жоқ суретші деп түртпектеп кемсіте берсең, бір күні басқа елге кетіп қалуы мүмкін. Қандай адам болса да тағдыр сыйға тартқан өмірлік жолдасың, адамның қадірін білу керек. Алайда Қатираның алдында күн өткен сайын Бақыттың беделі төмендей берді. Жұрт сыйлайтын Бақыт әйелі үшін түкке тұрмайтын еркек боп барады. Қатира бұрын күйеуін көп ақша таппайды деп сыртқа жамандаса, енді сен ақымақсың деп бетіне айтатын болды. Бояуды қағазға сүйкеуден басқаны білмейсің. Сенің суреттерің кімге керек? Тіпті қалталы шенеуніктерге де сата алмайсың, деп тиісті. Бақыт, өнерді сатуға болмайды, өнер адамын Құдай асырайды деп жауап берді. Онда сен асырау үшін мені жіберген екен ғой, деп шап берді Қатира. Бұл үйде күнде осындай ұрыс. Әке шешесінің керісінен шаршаған ұлдары далаға қашып компьютер клубтарын жағалайтын болды. Қызы да құрбыларымен жиі-жиі қыдырғыш болып алды. Ал Бақыт араққа қол созды. Ортамызда арақ ішпейтін жалғыз осы Бәкең деп мақтайтын жолдастары да Бақыттың араққа құмар болғанына таң қалды. Бір күні ішкілікке салынған Бақыт үйінен кетіп тынды. Бір ішкіш орыс жігітпен достасып, сол пәтерінен орын беріпті. Бақытпен ажырасқан соң Қатираның өмірі жақсара қоймады. Бұрын да жаман емес еді. Тек өзі байлықты аңсағаны болмаса, кетсін жөніне, отбасын дұрыстап асырай алмайтын еркек пе деп қояды өзіне өзі. Жанарды оқуға түсіріп, ұлдарын да өзі бақты.
Бақытпен телефонмен де сөйлестірмей қойды. Қатира ауқатты күйеу табылар деген үмітпен дене күтіміне ерекше мән беріп, көңілді отырыстарға да жиі баратын болды. Бірақ жақсы күйеу табылмады. Күйеуден ажырасқанын білген соң көңіл жарастыруға ұсыныс білдірген еркектер баршылық, бірақ барлығының заңды әйелі, бала шағасы бар екені ашылып қалады. Қатира ойлағандай әрі бойдақ, әрі бай жігіт бұл қоғамда жоқ екен. Бәлкім бар шығар, бірақ бақытпен ажырасқанына 10 жыл өтсе де Қатира көңілінен шығатын адамға кезікпеді. Уақыт сымырап өтіп жатыр. Жақсы күйеу Қатираның қиялында ғана қалып қойды. Бақыт кеткен соң бұл отбасының тіршілігіне береке кіре қоймады. Рас, Қатира басқалар сияқты өмір сүргісі келіп, ақша жинап, армандаған жерорта теңізіне де барып демалды. Ойындағы бағалы тонын да алып киді. Бірақ бұл отбасында бақыт жоқ еді. Жанар тұрмысқа шыққан соң 2 ай өтпей ажырасты. Сосын бір ұйғырға тиді. Онымен көп тұрмай түрікпен бас қосты. Оған да тұрақтамай кәріспен отбасын құрады. 3 күйеуден 3 түрлі бала. Үйге келгенде Қатира түрлері бөлек-бөлек жиендеріне таңырқай қарайды. Санжар үйленген жоқ, бірақ өзінен 15 жас үлкен балалы әйелдің қолына кіріп алды. Жасы 25-ке толмаған ұлының бұл әрекеті Қатираның жүрегіне шер боп қатты. Санжарды қанша қайтаруға әрекет еткенмен талпынысынан түк шықпады. Ұлы өзіне қарсы шығып тіпті араласпай қойды. Бір танысынан естуінше әлгі әйелмен некеге де тұрып алыпты. Қатираның шашы ағарып, жүзін әжім торлады. Кіші ұлы Арман да үйге бақыт әкелмеді. Қатира бар жиған тергенін Арманның тойына шашып еді. Келіні тіптен кесірлі болып шықты. Қатираның менсінбей бөлек тамақ ішеді. Енесіне елдің көзінше жақтырмай қарайтын бұл келін бір байдың жалғыз қызы еді. Жас қой, басылар деген Қатираның үміті ақталмады. 2 жылдай бірге тұрған уақыт ғасырға созылғандай. Келіні Қатираны талай жылатты да. Арман болса біресе шешесіне жақтасып, біресе әйелін қорғаштап жүріп, әбден болдырды. Ақыры келін Қатираны жүрек талмасына жеткізіп барып кетіп тынды. Бүгінде Қатира Арманмен бірге тұрады. Ұлының табысы жақсы, бірақ жеке өмірінде береке жоқ. Қатира ортаншы ұлы Санжардан мүлдем күдер үзген. Жанарды да сирек көреді. Арман болмаса тіптен жалғыз басты кемпірге айналатын түрі бар. Айналасы 10 шақты жылдың ішінде Қатира бақыттың қадірін түсінгендей. Иә, Қатираның жалақысы күйеуінен әлде қайда жоғары болды. Бірақ сол кездегі жан ұясы әлде қайда бақытты екен ғой. Күйеуімен, балалармен бірге үстел басына жиналып, әрқайсысы өзінің жаңалықтарын айтып, әңгімелесіп отырып, ас ішудің өзі бақыт екен. Ұл қыздың әрқайсысының өз тіршілігі бар делік. Адам үшін өмірлік жартының орны бөлек екен. Егер бақытпен ажыраспағанда, бәлкім балаларымда өмірлік серігін дұрыс таңдар ма еді деп ойлады ол. Ал бақыт бәлкім орыс жігіттің үйінде мына тіршіліктен қол үзіп, бөтелкені құшақтап жата берер ме еді? Егер Балжан кездеспегенде. Бірде бақытты курстас досы іздеп келді. Әйелі екеуінің үйленгеніне 25 жыл толыпты. Осы тойға бақытты да шақырмақ екен. Бақыт осы тойда Балжан есімді кәсіпкер әйелмен кездесті. Күйеу ерте қайтыс болыпты, баласы жоқ. Кейбір іскер келіншектерге тән еркекті баса көктеп кететін дөрекілік Балжанның бойынан байқалмады. Әрине, бақыт Балжанға өзі жақында бірден таныспады. Екеуінің жағдайын білетін ортақ достары ұйытқы болды. Бақыт пен Балжан сөйлесе келе, бір-бірінің бойынан басқада кездеспейтін бір артықшылықты көргендей еді. Бақытқа Балжанның тиянақтылығы, мәдениеттілігі ұнады. Балжан болса, бақыттың қарапайымдылығын, парасаттылығын жоғары бағалады. 3 айға жуық араласа келіп, екеуі отбасын құруға шешім шығарды. Балжан пәтерін сатып, қаланың тау жақ бөлігінен 2 қабатты үй сатып алды. Балжанға үйленген соң бақыт арақты қойды. 1 жыл өткенде қыз бала дүниеге келді. Тағы 2 жылдан соң Балжан ұл туды. Балаларын бағуға күтуші жалдады. Балжанның кәсіпорны шетелмен байланысты болатын. Бизнес кездесулердің бірінде американдық азамат Балжанның күйеуінің суретші екенін естіп, оның туындыларын көргісі келетінін айтты. Балжан шетелдік мейманды үйіне ертіп келді. Балжан күйеуіне шығармашылық жағдай жасау үшін үлкен бір бөлмені беріп қойған. Шетелдік қабырғада ілініп тұрған 5-6 картинаның ішінен 3-еуін сатып алатынын айтты. Американдық азамат бақыттың қолын алып, туындыларыңыз ерекше әсерлі екен деді де бір бума көк қағазды ұстатты. 1 ай өткенде голландиялық жігіт бақытты іздеп келді. 2 картина сатып алды. Осылайша суретшінің туындыларына сұраныс артты.
Балжан Бақыттың ер азамат ретіндегі тұлғасын ғана емес, оның шығармашылығына да құрметпен қарады. Бақыт та өзінің қабілетінің арқасында бір кәсіпорынның ісін дөңгелетіп отырған жарына аялай қарады. Тату отбасында дүниеге келген ұл қызы да өсіп келеді. Екеуі ақылдаса отырып, балаларын халықаралық жекеменшік мектепке берді. Отбасылық табысының бір бөлігін көмекке мұқтаж туыстары мен достарына арнауды да ұмытпады. Бірде Бақыт әйелімен бірге жерорта теңізінде демалу үшін жолға шықты. Ұшаққа кірген соң билетте көрсетілген орынға жайғасқан Бақыт іргеде отырғандарға көз тастады. Көз әйнекті шет елдік жұп, ал оның бер жағында Бақыттың сол жақ тұсында Қатира отыр еді. Ол да жерорта теңізіне демалуға бара жатыр. Бірақ жалғыз, самайы ағарып, жүзі әжімденген Қатира Бақыттың жанында отырған өңді де келісті келіншекке қызғана қарады.